Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен Defeat for Teachers платформасы арқылы жұмыс істеуді үйренетін боламыз. Ол үшін интернетке платформаның атын жазамыз, іздеу, бірінші тұрған сілтемеге өтеміз. Бұл парақша бізде ағылшын тілінде беріледі, орыс тіліне аударып аламыз. Әрі қарай войти. Бұл жерде өзіңіздің жеке электрондық почтаңызды немесе Google аккаунтпен кіруге болады. Google аккаунтпен кіресіздер. Бұл платформа сіздерге 27 күн бойы Pro версиясын береді. Pro версиямен сіз барлық мүмкіндіктерді пайдалана аласыз. 27 күннен кейін стандарт пакетке өтесіз. Ол жерде кішкене мүмкіндіктер азаяды. Әрі қарай кіргеннен кейін бұл бізде басты бетке кірген кезде тақырыпты жазамыз. Пәндік тақырыпты жазуға болады, немесе қосымша бір материалдарды оқушыларға дайындау үшін. Мысалы, орыс тілі пәні бойынша имя существительное. Бұл жерде бізге ұсыныстар береді, немесе жалпы іздеуге кірісуге болады. Әрі қарай сабақтың мақсатына байланысты, немесе топтық, жұптық жұмысқа байланысты әрі қарай бізде ұсыныстар болады. Таңдауға болады, немесе пропустить все деп бірден жалпы іздеуге көшеміз. 20-30 секунд дайындалады. 20-30 секундтың ішінде сізге дайын және өте ыңғайлы жұмыс парақтарын ұсынады. Міне дайын болды. Бұл жұмыс парақтарында бірден сіздерге баланың аты жөнін жазуға арналған орын және де күнді көрсетуге арналған орындар дайындалып береді. Бұл жерде бізде бірінші жұмыс тапсырма морфологический анализ, яғни тапсырма текст берілген. Сол тексті оқу арқылы ішінен тақырыпқа байланысты существительныйларды тауып, соған морфологиялық разбор жасалынады. Әрі қарай бізде правописание окончания существительных, слитное или дефисное написание существительных, жалпы тақырыпқа байланысты түрлі тапсырмалар, түрлі деңгейдегі тапсырмаларды дайындап береді. Әрі қарай осы тапсырмаларды бізге оңай PDF форматта, Word форматта, немесе бірден печатьқа жіберіп шығарып алуға болады. Бұл бізде грамматикалық тақырыпқа байланысты. Енді сіздерге белгілі бір шығармаларды талдауға арналған тапсырма көрсетейін. Мысалы, Чингиз Айтматовтың Плаха деген произведениесін алайық. Бұл жерде де ұсыныстар болады. Анализ произведения, урок по роману, исследование тем и проблем. Сізге белгілі бір бағытта керек болатын болса таңдаймыз, немесе жалпы іздеуге көшеміз. Жаңағы жерде бізде сабақтың мақсатына байланысты өзіңіздің сабақ мақсатыңызды көрсетсеңіз де болады, егер ұсыныстарға сай болмаса. Бұл жерде бірден, егер де сізде дайын болса, текстін немесе жаңағы таңдап отырған шығармаңызды салуға да болады. Міне бізде бірінші автордың осы шығармаға байланысты қысқаша мәтіні берілген. Әрі қарай бұл кейіпкерлер берілген, шығармадағы кейіпкерлер, және де тапсырмалар берілген. Тапсырмаларды дәл солай осы күйінде шығарып алсақ болады, немесе егерде қандай да бір өзгерістер енгізгіңіз келген жағдайда, мынау оң жақ бетінде тұрған
қосымша тағы да сұраныстарымызды жазамыз. Мысалы, добавь фотоиллюстрации. Дейміз. Мына жерде таңдаймыз фото героев, ключевые сцены или же символические изображения. Портреты героев давайте возьмем. Бізде дайын болды. Бұл жерде бізде кейіпкерлердің тікелей болмаса да балама фотолары беріледі. Және сол бойынша тапсырмалар. Бұл тапсырмаларды да PDF файл ретінде немесе Google слайд ретінде де сақтап алсақ болады. Google форма, Google диск, қалай сізге ыңғайлы, немесе бірден осы қалпында печатьқа жіберуге болады. Және де өзгерістерді енгізуге болады. Біздің қарастырған жұмыстардың барлығы Мои ресурсы деген жерде сақталады. Осы жерден кез келген уақытта алып қолдана беруге болады. Және де мына жерде библиотека ресурсов деген бар. Осы жерде басқа да жұмыстарды көріп, соларға өзгертулер енгізуге де болады, тақырыбымызға сай болған жағдайда. Назар аударғандарыңызға рахмет.